Сәлем достар, бүгін сіздерге чақчақ жасау жолын көрсетемін. 3 жұмыртқамызды ыдысқа салып аламыз. Біраз қасық шекеріміз саламыз. Шымшым тұзымыз саламыз. Жақсылап араластырып, қатырақ қылып қамыр елейміз. Неғұрлым қамыры қатты болған сайын жұмыс жасау оңай болады. Жақсылап біріктіріп елеп аламыз. Бірнеше минутқа елеген қамырымызды тұндырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанда жақсылап шететін басып, әдемілеп оқтаудың шетінен баса отырып қамырды жаямыз. Тегістеп отырып жайып аламыз. Қатты жұқарып кетпеу керек. Жайылған қамырымызды лапша тәріздес етіп біртіндеп кесіп аламыз. Қатты қалың, қатты жіңішке болып қалмау керек. Орташа көлемде кеспе тәріздес етіп кесіп аласыздар. Кесіп алған тесталарымызды екі жағын қызартып отырып пісіріп аламыз. Жақсылап пісіріп алып, суығаннан кейін арасын қатты ұстап тұратын сұйық массамызды дайындаймыз. Мен енді 2 есе жасадым. Сіздерге жаңа түсінікті болсын деп 3 жұмыртқам, негізі мен 6 жұмыртқамен жасаған болатынмын. Сол 2 есе неге бір шыны бал қостым, бір шыны шекер қостым. Сіздер жаңағы 3 жұмыртқамен жасасаңыздар, жарты шыны бал, жарты шыны шекер қосасыздар. Әбден шекер ергенше көпіртіп қайнатасыздар. Жақсылап ортасын шекер ергеннен кейін жаңағы суыған тестамыздың үстіне сұйық массамызды құйып, біріктіріп араластырамыз. Арасына барлығы түгел сіңу керек. Жақсылап араластырасыздар. Одан кейін мен жаңағы жартысын табағыма салып алдым. Кесіп қойса ыңғайлы болады. Енді сіздер өздеріңіз кез келген формаға келтіріп жасай берсеңіздер болады. Қалғанына жартысына мейіз,
аздап дәндерімнен қосып біріктіріп араластырып кекістің қағаздарына, кекістің осындай одноразовый салфеткілер болады, соған дөңгелек тәріздес пішін бердім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша өз қалай жасағыларыңыз келеді. Дайнені қатпай тұрған кезінде әдемілеп кез келген формаға келтіріп жасауларыңызға болады. Осы мен чак-чагымыз дайын. Менің видеоларым сіздерге көңілдеріңізден шықса, маған тіркеле кетіңіздер, комментарийге жақсы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.